Пирогтарға песочный тесто дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға разрезательді қосып, қолымызбен бір араластырып жібереміз. Ұнымыздың үстіне бөлме температурасына майымызды қосып, екеуін бірге үгітіп аламыз. Ұнымызды шетке қоя тұрамыз. Енді құмшекердің үстіне 2 дана жұмыртқаны жарып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай жұмыртқалы массамызды ұнымыздың үстіне құйып, жұмсақ песочный қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр шығады. Енді осы қамырымызды таразының көмегімен теңдей 2 бөлікке, яғни 2 пирогқа бөліп алатын боламыз. Бөліп алған қамырды формамызға бірден шеттерін бортик жасап жайғастыра берсек болады. Менде форманың диаметрі 22 см.